Мына ескерткішке қарап біздің қай жерге келгенімізді аңғаруға болады. Әлбетте, бұл жөндеу механикалық цехтар блогы. Мұндағы жұмыстар қалай жүргізілетінін дәл қазір білетін боламыз. Кеттік. Перед началом посещения лаборатории металлосварки нам необходимо ознакомиться с планом эвакуации лаборатории металлосварки. Прошу вас пройти, ознакомиться и расписаться в листу ознакомления. Пройдемте ознакомимся с планом эвакуации. Вот на плане лаборатории металлосварки у нас имеется два эвакуационных выхода. Это выход первый. Номер один, выход номер один. Эвакуация жоспары мен қауіпсіздік техникасы бізге жіті түсіндірілгеннен кейін цехқа аттандық. Ақсу ферроқорытпа зауытының ең қуатты орнын саналатын бұл жерде көптеген күрделі жұмыстар жасалады. Әне-міне дегенше межелі жерге де келіп жеттік. Ассалаумалейкум. Кадиров Станислав, дефектоскопист 6-го разряда, звеневой группы диагностики. Танысқаныңызға қуаныштымыз. Енді қазір бізге осы цехтағы жұмыстармен таныстырып өтесіз деген үміттеміз. Жарайды, қош келіпсіздер. Біздердің мынау Ақсу зауытының, ферроқорытпа зауытының металл дәнекерлік зертханасына қош келіпсіздер. Біз кәсіпорынның металл дәнекерлеу зертханасындамыз. Мұнда дәнекерлеуден өткен барлық құрылғылар, бөлшектер арнайы құрылғымен жіті тексеріледі. Міне біздер біздің істейтін жұмыс орнымыз. Мынау прибор, дефектоскоп деген ультразвуковой дефектоскоп. Осымен біздер мына жерде настройка етіп, металлды настройка етіп, и кейін цехтарға барамыз. Цехтарда пештерді тексереміз, электромостовые крандарды тексереміз. Бәрі все, что связано жаңағы металлмен, солардың бәрін тексеріп, ақауын табамыз. Металлда ақауын тауып істейміз. Мына құрылғы қалай жұмыс істейді? Мына дефектоскоптың преобразователі. Осы преобразовательмен біздер өйтіп несін табамыз, ақауын тауып, кейін барамыз. Цехқа барып, металл тексереміз. Сонда мына металлдың ішінде жарықша болуы керек. Мына жердің ішінде мынау не бар, міне, тесік. Тесік. Тесік бар. Былай сырт көзге көрінбейді бұл. Сыртқа көрінбейді. Только мына жаңағы дефектоскоппен көрінеді бұл. Сол ультразвуковой дефектоскоп біздер соны жарықты тауып, міне оны таптық. Қандай белгі беру керек бұл сонда? Үлкен белгі көріп жатсыз ба мына? Үлкен белгіні, белгі берді. Қызылдағы жанып тұр, үлкен белгі берді. Соны таптық, болды. Әрине, қызмет асқан қырағылықты талап етеді. Өз жұмысын мүлтіксіз орындап жүрген жандардың бірі Денисламбек Кадин. Кейіпкеріміз Ақсу ферроқорытпа зауытында 19 жыл қызмет жасап келеді екен. 6-шы разрядтағы білікті маман ақауды анықтау медициналық тексеріске ұқсайды дейді. Мынау медицинада УЗИ деген бар ғой мынау медицинада. Мынау адамдар барып жаңағы өзінің бүйрегін көрсетеді, асқазанын көрсетеді, жаңағы УЗИ қылады полностью. Жүрегін, бауырын. Біздерде тап сол, бірақ біздер мынау металл бойынша. Металлдарды зерттейміз, металлдарды полностью тексереміз, ультразвуковой контроль қыламыз, металлдың ішінде қандай ақаулар бар. Сөйтіп, біздер оларды заранее предупредить етіп, заранее айтамыз. Осындай ақау бар, осындай сендер бұл нені, металлды уже осы металлды кесіп алып тастауың керек, басқасын қойғыларың керек. Сол, медицинамен айырмашылығы только біздер адамдарды емес, бұл металлды тексереміз. Сонда сіздердің жұмыстарыңыз тек қана осы бөлмеде ғана жасалады ма, жоқ әлде басқа жақтарға шығасыздар ма? Жоқ, біздердің основной жұмыстарымыз біздер полный по заводу. Қанша цехтар бар бізде, например, 6 цех бар. Сол полностью 6 цехта біздер жұмыс жасаймыз. Біздер өзіміздің графиктарымыз бар, журналдарымыз бар. Сонда біздер бұнда только келіп заключение жазамыз. Тексерген немізді, результатымызды жазамыз, заключение береміз цехтарға. Например, ремонт печи болды. Ремонт второго печи болды. Екінші цехта 27-ші пеште ремонт болса, соны ремонт жасап болғаннан кейін, цехтың таблицаға бұрын ремонт жасап болғаннан кейін, біздер барып соны тексереміз. Печ, ванналарын, полный труботечкаларын бәрін тексереміз. Тексеріп, кейін келіп заключение жазамыз. Бәрі жақсы, нормально ремонт жасалды деп, заключение ешқандай дефект, ақау табылмады деп заключение береміз. Ақау табылса, біздерге айтамыз, мына жерде дефект бар, сендер дұрыс істемедіңдер, жақсы
дәнекерлік сварка қылмадыңдар істемедіңдер деп олар қайтадан жасайды. Қайтадан жасап болғаннан кейін біз қайтадан келіп тексереміз бәрін дұрыс па дұрыс, енді дұрыс болды деп кейін оларға заключение береміз, кейін олар дальше істей береді. В смысле олар дальнейший эксплуатация қылады кейін. Зертханадағы шағын металды тексергеннен кейін цехқа шықтық. Денисламбек ағамыздың шынайы бөлшекті қалай бағалайтынына куә болдық. Әлбетте, біз де ақауды анықтап көрдік. Қазір біз осы жерде нені тексереміз? Біздер қазір осы жерде траверсаны тексереміз. Траверсы деген бұл міне мынандай нәрсе, ол электромостовой крандар осы траверсымен жүк көтереді. Бұл қазір мынау 30 тонналық траверса 30 тонналық жүкті көтереді. Ковштарды, тараларды. Основной цехқа барған кезде, тексерген кезде крандарда нелерді ол жерде грязь, шаң, тозаң, ржавчина, оларды тазалау керек болады. Тазалап, дайындалып, полный околошовный зона 20 дне оны шлифовать, тазалап, чтобы преобразовать жақсы болу үшін, жақсы алу үшін. Тазалап болып, кейін тексереміз біздер. Бір жақпа жағылады деген ғой, иә? Ол солидол жағылады. Контактирующий смазка дейді оны. Контактирующий смазка, солидол жағылады. Біздер контактирующий смазка, солидол жағамыз, литол, солидол болады. Ол контактирующий. Например, мен айттым ғой, жаңа медицинада УЗИ сізге жағады ғой майды, кейін ғана істейді, дұрыс па? Например, сіздің бауырыңыз, асқазаныңыз ауырған кезде медицинада УЗИға барасыз, түсесіз, сізге май жағады. Май жағып болғаннан кейін істейді, дұрыс па? Бұл жерде де тап сол. Май, солидол жағамыз, бұл контактный смазка. Соны жағып, кейін тексереміз. Рұқсат болса, мынау құрылғы қанша тереңдікке дейін қалай тексереді? Енді мына жерде қазір рұқсат болса, иә? Бізде тексеріп көрсек, иә, рұқсат болса, иә? Тексеріп көріңіз, пожалуйста. Пожалуйста, тексеріп көріңіз. Қандай тереңдікке дейін? Бұл қазір, например, мына палец 500 мм-ге шейін тексереді. 500 мм? 500 мм-ге шейін, пожалуйста, тексереді. Бұның үлкені де бар, 600 мм бар, үлкен. Соған қарай біздер жаңағы бұдан приборда настраивать етіп тексереміз. Несін қоямыз, толщинасын қойып тексереміз. Сол. Енді көрдіңіз ба? Мынау барлығы жақсы, мына жерде толқындар ойнау керек қой, мына жерде? Иә, мына толқын қазір ойнап жатыр. Жақсы ойнап жатыр. Значит, мына неде жаңа ешқандай не жоқ. Мына жерде нелер жоқ, сонда ақау жоқ, бәрі жақсы. Қызылға дейін көтеріп кеткен кезде ақау бар есептелінеді, мына жерде. Сонда бұл ақырын тексеру керек. Ақырын тексеру керек. Мынандай оны апару керек емес. Раз қойдыңыз. Иә, қойдым. Чек кейін алдыңыз, және қойдыңыз басқа жерге. Әр миллиметрді осылай жақындатып көру керек, иә? Иә, көресіз, иә. Түсінікті. Асқан, төзімділікті талап етеді ғой, не? Төзімділікті талап етеді жұмыс, иә? Төзімділікті талап етеді, иә. Шыдамдылықты. Шыдамдылық, иә. Асықпай, бәрін сен істеуің керек. Любой нәрсені жұмыста шыдамдылықпен, төзімділікпен, ақырын жайлап бәрін істесең, бәрі нәрсе жақсы болады. Жүк көтергіш құрылғыны тексердік. Бәрі ойдағыдай. Енді елестетіп көрейікші. Үлкен кәсіпорындағы әр бөлшектің ақауын анықтауға қаншама уақыт кетеді. Бұл ретте барлық үдерісті тек 6 маман қадағалайды екен. Денисламбек аға, осы сіздің енді алтын уақытыңызды бөліп, өзіңіздің жұмысыңызбен таныстырғаныңызға рахмет. Енді жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге. Келіп тұрыңыздар. Мен қуаныштымыз. Міндетті түрде. Сау болыңыз. Қымбатты РБС телеарнасының көрермендері, ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз өзге қызықты кейіпкерлерімізден сіздерге бағдарламамызды ұсынатын боламыз. Алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.